екпеген егістігі үшін ақша алып келген. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды алғаш болып көріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіз. Жамбыл облысында 800 миллион теңге субсидияны қолды қылғандардың әрекеті әшкере болды. Олар шаруаларға Таңқорай көшетінің сапалы тұқымын жеткізіп береміз деп уәде еткен. Сөйтіп, қожалық иелерінің реквизиті мен құжатын пайдаланып, шөт фактуралар жасайды. Артынша тапсырыс берушілерге тауар жеткізілді деген жалған құжатты салалық басқармаға тапсырады. Бірақ құжаттар күдік туғызғандықтан аймақтағы экономикалық тергеу департаменті тексеріп, ешқандай егістіктің жоқтығын анықтады. В рамках уголовного дела проводится ряд Қаржылық құйтырқылыққа барғандарға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қанша шаруаның зардап шеккені әлі анықталады. Бұл іс бойынша өзге ақпараттар жария етілмейді.